Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін тарих мектебінің каналында сіздерге 3 және 5 санының қасиеті туралы айтатын боламыз. Сонымен алдағы қазақ қоғамында кездесетін 3 санына байланысты қандай ерекшеліктер бар? Ең бірінші қазақтың 3 биі өзінің әділдігімен, төрелігімен, даусымен, абыройымен кез келген мәселені ушықтырмай, шындығын шарқ еткізіп айтатын 3 бидің аты әлі күнге дейін қазақ санасында өшкен жоқ. Олар Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би. Олар әр жүздің ұлы билері деген атағы бар. 3. Қазақ халқы іргесі берік алаш жұрты болғанмен өз араларында үлкен 3 жүзге бөлінеді. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүз Қазақстанның оңтүстік аймақтарын, орта жүз орта және шығыс Қазақстан аймақтарын, және кіші жүз батыс Қазақстан аймақтарын мекен етеді. Шоқан Уәлиханов бұл тұрғыда былай деген екен: қазақтар жүзге бөліну үшін бөлінбейді, тек өздерінің дамуын өз аймақтарында көшіп қону үшін ғана бөлінген деп дәлелдеген. 3 ағартушы: Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы және Ыбырай Алтынсарыұлы. Өз уақыттарында қазақ мәдениеті мен әдебиетінің негізін салып, ең бірінші білім мен ғылымға назар аударған 3 ғалым. 3 бәйтерек: Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин. Олар алаш қоғамының негізін қалап, өз шығармаларымен ұлттық сананың оянуына үлкен үлес қосқан тұлғалар. 3 бақыт: ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. 3 қиян: Зарзаман ақыны Мұрат Мөңкеұлының 3 қиян шығармасы бар. Еділдің бойы қанды қиян, Жайықтың бойлы майлы қиян, Маңғыстау бойы шаңды қиян, Адыра қалғыр 3 қиян деп, жер мен елдің тозу уақытын, олардың бөлшектенуін, қиын заманның шындығын зарлап жазған Мұрат Мөңкеұлының 3 қиян шығармасы. Енді алдарыңызда назарларыңызға 5 санының қасиетін ұстаймыз. Ең бірінші қазақ қоғамында ер жігіттің абыройы жоғары қойылған болса, сол ер жігіттің 5 қылыш қаруы жанында сайланып жүру керек. Олар айбалта, шоқпар, қылыш, садақ, найзадан тұрады. Ер жігіт осы 5 қарумен де соғысу тактикасын жоғарғы дәрежеде меңгергенде ер жігіт деген есімге лайықты болған деседі. Балалардың ой санасын өсірген кезеңде ең бірінші баланың тілі қуырмаштан шығады. Қуырмаш, қуырмаш, қуырмаш деп өлең айтқан кезде бас бармақ, балалы үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек деп әнге қосып айтқан екен. Ал қазақ қоғамында жалпы әдеби тілде бас бармақ, сұқ саусақ, ортаңғы саусақ, аты жоқ саусақ, шынашақ деп бөлінетіні белгілі. Абай Құнанбайұлының «Адам болам десеңіз» өлеңінде де осы бестіктің аты аталады. 5 дұшпан мен
5 асыл іс. Адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Осы бесеуі 5 асыл іс. Назарларыңызға ұсынатынымыз 5 арыс. Жүсіпбек Аймауытұлы, Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынұлы және Мағжан Жұмабаев. Мұсылманның 5 парызы: иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық жасау. 5 өсиет. Ислам дінінің ең көрнекті пайғамбары Мұхаммедтің қалдырып кеткен 5 өсиеті: жаманменен дос болма, арыңды сатпа, намысыңды жіберме, арсыздан бата алма, жаман әдетке жолама. 2. Әділ бол, өзіңе ғана сен, күншіл болма, көпшіл бол, сараңдықтан аулақ жүр. 3. Шешімді бол, қолыңмен істегенді мойныңмен көтер. Шыдамды бол, ашуға бой алдырма, үлкенге құрмет көрсет. 4. Ақымаққа сенбе, жауға иілме, әрқашан сақ жүр, аш үйге қонба, жарлыдан сый алма. Және 5. Біліміңмен жауыңды жық. Осы 5 өсиетті бойына сіңіріп өскен жас, ешкімнің алдында өзінің абыройын түсірмейтін, халқын ойлайтын азамат болады хақ. Және қазақ тарихында өте үлкен орын алған Бесеудің хаты шығармасы. 1931-33 жылдардағы қазақ халқының басына түскен ұлы Нәубетұлы ашаршылықта 5 тұлғаның Голощекинге хат жазғаны белгілі. Олар Мүсірепов, Ғатауллин, Дәулеткалиев, Алтынбеков, Қуанышевтар. Бесеудің хатын жарыққа шығарып, бүкіл әлемге ұсынған Шерхан Мұртаза ағамыз. Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты деген үлкен шығармасы бар. Ал бұл жерде аты аталмай кеткен Тұрар Рысқұлов Сталиннің өзіне тікелей хат жазуға мүмкіндігі болған. Келесіде 7 және 9 сандарды назарларыңызға ұсынады. Егер ол видео жарыққа шықсын десеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліңіздер.